Жас қайын атты Нұркеннің авторлық көркем әдеби әңгімесіне қош келдіңіздер. Үшінші бөлім. Махаббат пен Қанат аралас мектептің қазақ сыныбында оқитын болды. Олар шамалары жеткенше жақсы оқуға тырысып жүрді. Қанаттың өлең жазу қабілеті байқалып, арасында біраз жұмақтар жазып қоятын. Бірақ 8-ші сыныптан бастап Қанат әкесі бар балаларға қарап, әкесін сағынып, жиі ойлайтын болды. Сабағының күннен күн нашарлап бара жатқанын өзі де байқамады. Кейінгі кезде қалың ойда жүретінді тапты. Қанат пен махаббат жастары өсіп, әр сыныпқа жоғарылаған сайын, бұрынғы балалық достық, балалық сезім ұлғайып, махаббат сезіміне айналғанын өздері байқағаннан бері, бұл сезімдерді ауыл тұрғындарынан жасыруға, құпияда ұстауға тырысты. Ай артынан ай аунап, жылдар жылжып, соңғы қоңырау күні де келіп жетті. Бүгінгі күн басқа күндерден ерекше, вальс биленіп, көгершіндерді әдемі ұстап тұрып, көкке ұшырғандардың қатарында Қанат пен махаббат та болды. Сол кезде Алмагүл ұлының тұрған тұрысына қарап тұрып, көз алдына арманы тіріліп келгендей болды. Ұлының бойшаңдығы, қимыл қозғалысы, қап-қара шашының оң жағына қарай әдемі қайырылғаны, түрінің қара торылығы, қыр мұрыны, қасының қалыңдығы, кірпігінің әдемі қайырылғаны, көзінен нұр шашып, адамды өзіне баурап алатын жылы көзқарасы, ернін томпиғандығына дейін айнымай қалған. Құрметті көрермен, осы әңгіменің өзі және оқылу барысы сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, ендеше менің өнеріме қолдау ретінде осы видеода сөйлеп отырған жоғарғыда көрсетілген нөмірге 1000 теңгеден болса да аударып, қолдау көрсетулеріңізді өтініп сұраймын. Дархан қазағым аман болсын.